Саламатсыздар ма, құрметті Қазақмет көрермендері. Бүгінгі пайдалы кеңесіміздің тақырыбы жусанның емдік қасиеттері. Егер де пайдалы кеңесіміз өзінің жалғасын тапсын десеңіздер, біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Қасен Айдана. Жусанның емдік қасиеттері ертеден белгілі. Оның құрамында гликозидтер, флавоноидтер, органикалық қышқылдар, микроэлементтер мен витаминдерге бай болып табылады. Ерте заманда аяқ киімдеріне жусанның жапырағын салса, тамаққа деген тәбетті артырады деген екен. Жусан теңіз саяхатшыларын түрлі теңіз ауруларынан сақтаған. Бір нәрсеге қапаланғанда жусанды иіскесеңіз, көңіліңіз орнығады. Ұйқысыздыққа ұшырағанда жастығыңыздың астына жусанды қойсаңыз, көзіңіз тез ілінеді. Жусан бөлмедегі ауаны тазартып, жүйкені тыныштандырады. Тіпті моншаға жусан жапырақтарын алып барсаңыз болады. Жусанның емдік қасиеттері әртүрлі ауруларда, асқазан, ішек жолдары, гастрит пен сыртқы қан кетулер мен тері ауруларында таптырмас ем болып табылады. Біздің Қазақмет медициналық орталығында арнайы жусаннан жасалған табиғи емдік шөп дәрілеріміз бар. Оның әсері осы өт жолдарына, асқазан мен тері ауруларына септігін тигізеді. Осымен жусан туралы пайдалы кеңесіміз аяқталды. Егер де сіздердің игіліктеріңізге жараса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.